Балалар, тұрсаңдаршы енді, не істеп кеттіңдер? Сабақтан кешігесіңдер, Раяна. Анашы, мен тұрдым. Жолдамдатыңдар енді, әкең қайда? Қазір оятам. Оят. Менің сұлу қызым. Жөнем сол еркетайым. Тұр, қазір сабақтан кешігесіңдер. Раян, сен де тұр. Раян, тұр. Тұра қой. Мама ұрсат тұр бұл. Пап, бүгін сабаққа бармай қойыншы. Ішім ба ауырып тұр. Қызым, олай күнеге қала беруге болмайды ғой. Жарайды, онда мен сені дәрігерге апарайын, саған укол жасасын. Жоқ, қазір тұрамын. Үшеуің тұрасыңдар ма, тұрмайсыңдар ма? Босаңдаршы. Туф, әпке, таң атпай қайда барамыз? Сәл жата тұрақшы. Қайда барамыз дегеніз, сабаққа барамыз. Жансұлтан тұрса енді. Босаңдаршы, енді анашым өзі келеді қазір. Болды, әпке, бара беріңіз. Төсектерді жинап келіңдер. Құрметті менің инста достарым, қалдарыңыз қалай? Менің сіздерге бір айтатын жаңалығым бар. Бұйыртса, біздің отбасымызда бір қуаныш болады. Соған сіздердің көмектеріңіз қажет. Ол қандай қуаныш? Біз сізде қызықтырып жүрміз ғой, айтсаңызшы. Раян, бір аптадан кейін әкеміздің туған күні емес па? Соны айтып жатқан боларсыз. Аға, ана сыныптағы жалғас деген баланы алдаған едім, апайдан ұрыс естідім. Бірақ бір өкініштісі, олар ондайды түсінбейді екен. Адамды алдаған дұрыс емес қой. Әкешім де оның дұрыс еместігін айтқан. Бірақ анашым айтты емес пе? Ойнап алдағанда ештеңе жоқ. Ол жай көңіл көтеру үшін деп. Батыр дұрыс айтады. Адамды алдаған жақсы емес. Қойыңдар шекеуің. Сендер әлі отырсыңдар ма? Бұл тұр. Қазір мен кешегем ғой жұмысқа. Тұр ғой, тұр. Ал балалар, сабақтарың қалай? Бізден не көмек? Әкешім, маған планшет керек. Қойшы, соған планшет керек па? Жаным, сол. Айлық түсін әперем. Алақай, әкешім, мен сізді қатты жақсы көрем. Жаным, сол, мен де сендер сондай қатты жақсы көрем. Ал сендер де ше? Менде бәрі жақсы. Сабақ үлгерімім де. Бізде де. Сабақ жақсына жақсы ғой. Бірақ менде бір проблема болып тұр. Сөздің қысқасы, сізді мектепке шақырып жатыр. Сен тағы не білдірдің? Осы сен ақ тыныш жүрмейтін болдың ғой? Аға мектепте бір бауан аудайын деп төбелесіп қалыпты. Осы неге тыныш жүрмейсіңдер? Бір-бірімізбен ғана ойнаймыз деп келістік қой. Сәлем, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Жәудір. Болды, уайымдамаңдар. Бәрін шешем. Мен көлікті қыздыра берейін. Сендер киімдерін киіп, ертерек шығыңдар, жарай ма? Әкеңе айтпасай ондайды. Барыңдар енді артынан ертерек. Қыздар, қазір уже мен балаларым сабақтан келеді. Соған дейін менің күйеуімнің туған күніне қандай праздник жасасам болады екен? Сонымен өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп отырыңыздаршы, иә? Әпке, қойшы өтініш. Неге маған тиісесің де жүре бересің? Не керек өзіңе? Менің екі қызым сабақтан келіп қалды. Сосын кірем, иә? Не болды? Анашым, мына кіші қызыңыз не үлкен демейді, не ақыл тыңдамайды. Несі кімге тартқан бір түрлі. Перзентханада ауысып кеткен ғой. Қойыңшы сізде бір. Қыз, мынау қалай сөйлеседі адаммен, а? Қолым, ауырып барады. Мыналардың бәріне не болған? Қаны? Біздің кіретін кез келген сияқты. Жүр кеттік. Аға, сопранды тістемей ақ қойсақшы. Анамыз тағы да ренжіп қалсашы. Сен көп сөйлеп кеттің өзі. Әкеміз жұмыстан келгені праңкты әкемізге де жасаймыз. Жүр кеттік. Әкешім бәрі қайда кеткен? Расында қайда кеткен? Тып-тыныш қой, Жәудір? Мүмкін балын ұзақ жүруге кеткен шығар.
Үйде екенсіздер ғой, мен істеп кетіп қалма десем. Балмұздақ жеуге ма? Әкемнен айтыңызшы. Ей, мен ерке тайым, түйсермендер. Руслан екеуміз базарға барып келейікші, азық түлік керек үйге. Келгеннен кейін дайындаймын ғой кешкі асты. Қызым, бар киімді ауыстыра қой, бар. Мен де сырт киім киіп келейін. Индира, біз іздеймде қорқып кеттің бе? Әлде сан айтпай балмұздақ жейді деп ойладың ба? Өздеріңіз ғой енді тыңып қалған. Жаным, біз деген түріңнен дейді ғой. Айтпай сессия. Негіз бұл идеяны тастаған кім еді? Я, сен күштісің. Аяна қызым. Мен қазір келем. Ауа нашым. Қызым, біз әкең екеуміз сыртқа шығып бара жатырмыз. Балаларға жақсылап қарай, а? Сосын ары қарай өзің білесің не істеу керектігін. Я, түсіндім анашым. Жарайды. Босандаршы енді. Тез. Қазір үлгермей қаламыз. Ол кісілер жарты жылдан кейін қайтып келеді. Сосын жоспарымыз жүзеге аспай қалады. Уайымдамашы, қазір-ақ шешем. Мен барда сендерге не уайым? Әлде мен білмейсіңдер ме? Тағы да мақтануыңа жақсы сылтау бол. Жанс, сен не деген келіп тұр? Әлде жылағың келіп тұр ма? Сендердің бұларың не? А? И музыка қосылады, билеп кетеміз. Идея қалай? Алдын ала айтып қоймайсыңдар ма? Мен сен қалдым бұларыңа. Онда Батыр мен Индираны қосу керек. Оларға да идея қажет болды ғой, а? Онда олар былай жасайды. Сенге не айтады? Жарты жолға келген кезде қайтамыз дегенің. Айттым ғой, барғым келмей қалды. Ертең барсақ та болады. Бүгін бір мәнісі болар енді. Мен не, ерігіп жүрген адамға ұқсаймын ба? А? Анашым. Жай сөйлесеш, шошыттың ғой. Жаным сол. Жай ғана анаңа түсіндіріп жатырмын ғой, қызым. Мен оған емес, анажы дағадарым ұрсып жатыр. Ұрсып қалды, тыныштық. Не болып қалды, жүр. Мен саған тағы да ескертем. Маған қарсы сөйлесең, ренжіме. Үнемекен деп тұрмаймын. Сенікі де дұрыс емес қой. Үнемі өзіңді ғана ойлай бересің. Пергеші. Ей, мұнда не болып жатыр? Сенікі бәрібір дұрыс емес. Ей, тұр ей. Қандай кредит? 5 миллион? Қазір әкеме берем. Құрметті достар! Жәудір! Сонда сендер осы жасап жүргендеріңді дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Осы күнге дейін көңілдеріне қарап келдім. Шектен шығып кетсеңдерді үндегенім жоқ. Руслан? Жәудір, болды. Осының барлығын бастап жүрген ма сенсің. Жандарым, мен сендерді қатты жақсы көрем. Өмірімнің мәнінде ма сендерсіңдер. Түсінем, ойын күлкі керек, бірақ әр нәрсенің шегі бар ғой. Әкешім, бірақ Заман талабы дейсің ба? Естерінде болсын. Бақыт үнсіздікті жақсы көреді. Бақытты жария етпеу керек. Анау жария жасап жүргендерден қарағанда біз әлде қайда бақыттымыз. Шүкір, үйіміз бар, толық отбасымыз, дастарханымыз жаюлы. Бірақ арттарына да қарасаңдаршы. Үй жоқтар бар. Ішер асы жоқтар бар. Оның үстіне пранк дегендер маған ұнамайды. Енді бұлай жасамаңдар. Ессіздікпен емес, ақылмен жарысыңдар. Міне сол заман талабы. Сабақтарын жақсы оқыңдар. Сонда абыройлы боласыңдар. Ұқтыңдар ма? Біз түсіндік, әке. Кешіріңізші бізді. Кешіріңізші, әкешім. Жаным, мен саған қалай ренжеймін? Ақылды менің. Бірақ енді бұлай жасамаңдар. Ұқтыңдар ма? Сендер мені түсінді деп ойлаймын.
Рас айтасың ба? Пранк емес па? Сонда мен кішкентай бөпем бола ма, мен ойнайын ба? Жаным сол, иә, сен кішкентай ғана бөпем болады. Сен оған қарайсың, жарай ма? Иә. Енді саған әкелген тәттілерді әкең бөпеге алып келеді. Қойсаңшы. Мен бәріне алып келем ғой. Иә? Иә. Айтпақшы, балалар есті ма? Жоқ, әлі айтпадым. Жарайды, онда мен қыздарға барып келейін, иә? Жаным, кешегі сурет саламыз ба? Осыны анашым айтып көрейік та. Егер келсе жасау керек. Ай қайдан? Өткенгіден кейін келіспейді ау. Қыздар, мен неге келіспейді екем, ал айтыңдар. Анашым, әкемнің туған күніне пранк ұйымдастырайын дегеніміз, соны сізбен ақылдасайын дегенбіз ғой. Ол қалай болады екен? Әкелерімнен қорқып қалдық қой. Бірақ сонда да менің жасағым келіп тұр. Жасасақ жасап көрейік. Бәсе осындай бірдеңелерің бар еді ғой. Сен сонда бәрін естіп тұрсың ба? Тыңдап тұрғанда жай келе жатып естіп қалдым. Сонымен анашым, әкемнің туған күніне пранк жасаймыз ба, әлде жасамаймыз ба? Жасап көрейікші анашым. Бір рет қана. Осыдан кейін жасамаймыз. Жарайды, пранк жасасақ жасайық, қыздар. Анашым, бірақ әкем ұрыспай ма? Сізге қатты ренжитін сияқты. Әкелерімнен соңғы рет деп кешірімін алып аламыз. Енді әкелерің білесіңдер ғой, сендер өте кешірімді, мейірімді ғой. Оны айттыңыз енді. Қыздар, онда басқа бөлмеге барайық, мұнда әкелерің келіп қалады. Жүріңдер. Менің ойымша олар ертеңгі туған күнді ойластырып жатқан сияқты. Шынымен не істесек болады? Туған күн күніге болмайды. Бір келгенде ерекше қылып өткізу керек. Сол әпкелермен бірге барып ойластырып келейік. Соны жасамай қойсақ қалай қарайсыздар? Жай ғана сыйлығын беріп, үйде тойлап әкемізді ренжітпей қояйықшы. Жансұлтан бір шетінен дұрыс айтып тұр. Мен де оған қосыламын. Кері тартпаңдаршы енді. Соңғы рет деді ғой. Сосын пранк тоқтатамыз. Уайымдамаңдаршы. Барлығын өзіміз шешеміз. Ертерек бастайық енді. Шар мен торт бізден болсын. Ертеңге дейін дайын болсын. Раяна, сен керек ақшаны айт, мен аударып жіберем. Ертең әкешім мен Индира келерін алдын алып келеміз. Айтпақшы, Индираға ескертіп қойыңдар, түсіретін болсын. Иә. Уайымдамаңыз, ол жағы шешілді. Жақсы. Алло? Иә, келдік. Уайымдамаңдар, үлгереміз. Кім ол? Үйдегілер ма? Иә, үйдегілер ғой. Бүгін бір жақсы күн болайын деп тұр. Осы күнді асыға күттік қой. Иә, жақсылап дайындалсақ болды енді. Кеттік. Әкесім бүгін бес алдым. Қойш, бес алдым ба? Иә. Екеуміз салған суреттен ба? Иә. Жаным сол. Ақылдым мен. Әлі екеуміз талай сурет саламыз, е? Иә. Жүр үйге. Ау қызым, тыныштық па не болып қалды? Анаңа не болды? Ауырып жатыр? Болды, қызым, жылама. Қазір жетем. Уайымдамашы, қызым. Сен үйдің үлкенсің ғой. Сабыр сақтандар, қазір жетем. Қызым. Алло. Алло. Қызым. Белдігін тақтың ба?
Әкем даусын естісеңіз ғой, естен кетпейтін туған күн ойын деп тұр. Енді ашуынан құтылып болды. Достар, естідіңіздер ма? Бізде туған күн басталды. Нұрсейіт, барлығы дайын ғой, ешқандай қателік болмасын. Біз қуанышқа және пранкқа әрқашан дайынбыз ғой. Ол жағын уайымдамасаңдар да болады. Әкем қорқып қалмаса болар еді. Иә, бұл іс маған мүлден ап тұрған жоқ. Қойыңдаршы енді, онда тұрған не бар? Соңғы рет деп айттық қой сендерге. Әкешім хабарласып жатыр, алайын ба? Алсайшы енді. Алло, әкешім. Бөтемірі сөйлеп тұр ғой. Сөйлесейін, не дейді? Алло, сіз кімсіз? Не айтып тұрсыз? Әкем қайда? Анашым, мына кісі не деп тұр? Әкелші, не дейді? Алло? Руслан? Алло? Руслан қайда? Сіз кімсіз? Не айтып тұрсыз? Көз жұмған нес, не айтып тұрсыз? Заман талабы дейсің ба? Естерінде болсын. Бақыт үнсіздікті жақсы көреді. Бақытты жария етпеу керек. Анау жария жасап жүргендерден қарағанда біз әлде қайда бақыттымыз. Шүкір, үйіміз бар, толық отбасымыз, дастарханымыз жаюлы. Бірақ арттарынан да қарасаңдаршы. Үй жоқтар бар. Ішер асы жоқтар бар. Оның үстіне пранк дегендер маған ұнамайды. Енді бұлай жасамаңдар. Ессіздікпен емес, ақылмен жарысыңдар. Міне сол заман талабы. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.